Саламатсыздарма, мен Кадырова Жанар Нұржауқызы. Бүгінгі тақырыбымыз дәрілік заттар, дәрілік заттарды сақтау, тарату және жаздырып алу. Дәрілік зат дегеніміз ауруды емдеу және оның алдын алу үшін қолданылатын зат. Құрамында бір немесе бірнеше дәрілік заттары бар, белгілі бір дәрілік формада шығарылатын препарат. Олар әсер етуіне байланысты үш топқа бөлеміз: А тізімі, Б тізімі және де басқа да дәрілер. Яғни А тізімі өте улы, Б тізімге қатты әсер ететін және де басқа дәрілерге көп дозада берілетін дәрілерді айтсақ болады. Дәрілік түрлеріне байланысты бұлар қатты, жұмсақ және сұйық болып бөлінеді. Қатты дәрілік түрлерге таблетка өндірісте жасалатын, құрамында бір немесе бірнеше емдік және қосымша заттары бар, престеліп арнайы машиналарда жасалған, дозаланған, ішке қолдануға арналған қатты дәрілік түрі. Домалық түрлеріне өндірісте жасалған, дозаланған, шартаридес қатты дәрілік түрлері жатады. Қабыққа жағымсыз, дәмі мен иісі бар немесе тітіркендіргіштерге ие заттар. Жағылмаларға біз маздарды айтсақ болады: вазелин, жақпа майларды, жануарлардың майларын синтетикалық негіздерде қолдана отырып шығарылған препараттарды айтсақ болады. Жағылмалы түрлеріне сұйық жағылма, негізгі сұйық өсімдік майлары, вазелин майы жатады. Сонымен қатар суппозиториялар жатады. Оларды біз бөлме температурасында сақтауымыз қажет болады. Сұйық түрлеріне, яғни су, сұйық майлар, этил спирттері жатады. Бұлар қолдануына байланысты сыртқа, ішке және егуге байланысты бөлінеді. Көзге, мұрынға, құлаққа тамшылар ретінде шаюға, тамшылатуға арналған дәрілер. Келесі бұлар суспензиялар, микстуралар. Құрамында екі не одан да көп емдік заттары бар сұйық дәрілік түрлеріне де жатады. Сонымен қатар тұндырма мен қайнатпа, бұлар өсімдіктің шикізатынан жасалатын сұйық дәрілік түрлері болып табылады. Дәрі-дәрмекті ағзаға енгізуге байланысты энтеральды, сыртқы бүріккен парентеральды деп бөлеміз. Энтеральды енгізу ішке дәрілерді ас қорыту жолдарына шашты қабықтары арқылы енгізуді айтамыз, яғни ауыз арқылы, клястра арқылы. Бұның ішінде пероральды, яғни дәрілік заттарды ауыз қуысы арқылы енгізу басқа енгізу жолдарына қарағанда ең қарапайым және ыңғайлы әдіс болып табылады. Әсері 30-60 минуттан кейін байқалады. Ауыз арқылы енгізудің жағымды жақтары бұл ешқандай да әртүрлі формадағы дәрілерді қабылдауға болады. Бұл жолмен қарапайым және ыңғайлы, залалсыздандыруды талап етпейді. Пероральды қабылдаудың кемшіліктері: дәрілік заттарды бір бөлігі бауырда белсенділігін жоғалтады. Дәрінің әсері ағза иесінің жасына, жағдайына, жеке сезімталдығына байланысты болады. Және асқалту жолдарының баяу әрі толық сіңірмеу әсерінен 10-15 минуттан кейін ыдырай бастайды. Науқастың есі жағдайына және немесе жүрегі айну кезінде дәріні қабылдай алмауы, сонымен қатар бірнеше кемшіліктері бар. Сублингвальдік түрлеріне бұл атайтып тұрғанда тіл астына және де трансбуквальды түрі бар. Бұл ұртқа енгізу жолы. Дәріні бұлай қабылдағанда тез әсер етеді. Көзге тамшы тамызу мақсаты емдік болып табылады. Біз ең алдымен ыдысымызға фурацилин ертісін салып алып, керекті мөлшерде мақта шариктерін алып аламыз және де науаның сырт жағына қысу арқылы пациенттің көзін зарарсыздандырамыз, тазалаймыз. Одан кейін өзімізге керекті дәріні алып, көзге тамшылатуды, яғни пипетка арқылы сұқ саусағымызбен көздің астын тарта отырып тамшылатамыз және де пациенттің қарашықтарын қозғалуын сұраймыз. Дәл осылай келесі оң көзімізді де жасаймыз. Пациент те өзіне ыңғайлы қалып беріп қалдырамыз. Тік ішекке енгізу жолы бар бізге. Сонымен қатар бұл жолмен суппозиториялар, яғни балауыздар енгізіледі. Олар холодильникте сақталынады және әсер етуі 30 минуттан кейін басталады. Мұнда ректальды енгізу жолдарына дәрілік заттарды тік ішек арқылы енгізуді көрсетіліп тұр. Ректальды жолмен дәріні науқас ауыз арқылы қабылдай алмаған жағдайда өте қолайлы болып табылады. Енді осы дәрілік заттардың негізгі топтарын жаздырып алу, тарату, сақтау жөнінде айтсақ. Емдеу бөліміне арналған дәрілерді жаздырып алу, мердігер дәріханадан дәрілерді жаздырып алып, оларды сақтауға жауапты. Рецепт жазғанда мұқият болу керек және де күнде жаздырып алып отырады. Дәрігер бірнеше бөлімшелерге пациенттерді тексеру барысында ауру тарихына қажетті дәрілерді жаздырады. Дәрілік заттарды тарату ережелері мынадай болып табылады. Осы 6 пунктты сақтау қажет. Дәрілік заттарды таратудың неғұрлым ұтымды әдістері: пациенттің жанына бүкіл затымызды алып барып, дәріні ішкеніне көз жеткізгеннен кейін ғана барып, палатадан шыққан дұрыс.
Барлық ампуладағы және флакондағы стерилді ерітінділер осындай шкафтарда арнайы сақталынады. Бірінші А тізімі, Б тізімі деп жеке-жеке әр сөрелерде қойылып тұрады. А және В тізіміне кіретін дәрілік заттар арнайы шкафтарда сақталады. Сейфтің ішкі жағында оның тізімі көрсетіліп тұруы тиіс. Осымен дәрілік заттар туралы видеомыз аяқталды.